Баршаңызға сәлем. Арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып лайк басып, тіркелу батырмасын баса кетіңіз. Тәніңіз емдеп алдыңыз ғой? Емдеп алдым. Жаныңызды қалай? Жаным да жақсы, тәнім де жақсы. Жоқ, жаралым. Ешқандай жаралы жоқ? Мен айтам да осы қазір шана. Өзіңді өзің емдеп, өзіңді өзің тәрбиеле, күліп жүр, ешкімге жылама, ешкімге просто жай өмір сүре берейікші деймін да. Азанда тұрып, әшейін өмір сүре берші, тісің жұлын немесе жумай бара берші бір күн. Бұда тұрған ештеңе жоқ. Шай ішкің келсе іш, май жегің келсе же, себіріп кетем деп ойлама. Өмір ғой, жылағың келсе жыла, күлгің келсе күл. Неге біз қиындатып жатырмыз осылай? Бик өзімізді қинап бір шекараға салып қойғанбыз. Бүйтуге болмайды, сөйтуге болмайды. Өмір сүре берейік. Енеңмен ұрсу керек болса ұрса бер, ода тұрған не бар, ол да маман ғой. Айтқың келгенін айт, ол да айтсын саған. Ода тұрған не бар? Не енді ол мен енем екен деп ішінде сақтап, ол ішінде сақтап екен деп екі ортада күйіңді құртқанша барда айт. Ол да айтсын. Сөйлесіп ал. Болды. Шешіп ал. Бүкіл мәселені. Айдылада коучты іздеп, енеме ұрсып жүрмін, не істеймін деп, ол сосын өзіңді өзің тәрбиеле деп кеттің, өзіңді өзің іздеп. Өзімді өзім таппай жүрмін деген адамдарға таңғалып, қырыққа келіп бар ғой. Қалай таппайды? Алла тағала сені дүниеге, жерге түсірді. Барсың, жан-жағыңда адам көріп тұр, сен қалай таппайсың? Сен қалай таппайсың, Жансерік? Мына ат Жансерік болған жақсы екен. Екеуім аты Өмірсерік қой. Қайда осыған қарап сөйлеп жатырсың. Саған қарап сөйлейсің. Жоқ, шынымен ғой, сондықтан өмірді қиындатпайықшы. Проблема бәрінде бар. Алла тағала проблема барса, ол шешіледі. Шешіледі, ауру берсе, емделерсің, емделмесең де оған мұңаюдың қажеті жоқ. Неге маған бені берді, не мен деп. Жоқ, ол бәріне беріліп жатыр. Яғни қалай бар, солай қабылдау. Қалай бар, солай қабылда болды, иә? Жай өмір сүрбекші. Міне осы жерде отырып, жай бір-бірімізге мындай сұрақ қояйын демей, қоя берші. Кәдімгі, просто. Не бар, қойшы. Режиссердің тапсырмастығын. Жалпы жолдасыңыз осындай нәрсе жасаса, сіз қалай баралар едіңіз, соны бір нетіп көріңізші, халықтың сөзін қалай қабылдар едіңіз деген. Сосын мен ойладым, білмеймін енді халық мәселемен ажырасып жатырмын десем, ойбу деп жаны ашитын шығар десем, жоқ, дұрыс, ажырас дегендер болады екен. Кәдімгі достарың ішінде болады екен. Ол да біраз мен көзімді ашты. Не қыласың? Не қыласың? Өте дұрыс. Баяғыда осыны ойлап жүрем дейтін адам. Ал керек болса. Дұрыс істегенсің деген сияқты ше. Жолдасым рұқсат арқылы жасап көрейін мен деп жасай бер деді өзіңе дұрыс болса деп өзім ойымдап жасадым. Шын болып кетсе не болады деп. Сөйтіп жоқ, жасадым. Бұл кезде де жан-жағымдағы адамның, жалпы халықтың пікірін білдім. Халықтың пікірі екіге бөлінді. Жаны ашыған, шын мәнінде мені танымайтын халықтар бар ғой. Ойбу, жаным-ау, неге үйттің? Ана қыз әкесіз қалатын болды ғой деп жылап еңірегендер болды. Бір жағы жаңағыдай дұрыс, баяғыда кету керек еді. Мен осы сендер үйленген кезде 5 жылдық бекене бір есімде жоқ деп әңгіме айтатын кісілер пайда болды. Қайын жұртымен біраз араласпай кетті дей ме? Оны айтсам ұйқыларың келмей қалады десең. Оны айтсам ұйқыларың келмей қалады. Жоқ, Құдай сақтасын. Осындай өсек көп. Жалпы менің бір түсінгенім бар ғой, адам ше, сен бақытсыз болсаң бар ғой, соғұрлым адамдар өтірік жаны ашып, ойлай, қойшы шынымен ба не? Қасқа, ештеңе қылмайды. Ода тұрған ештеңе жоқ деп. Жанашырлар көбейіп кетеді екен. Ал бақытты болсаң, ешкім сенімен хабарласпайды екен. Сондықтан арасында хайп қуу керек деп кішкене бір хайпқа жасалған дүние еді. Бір жеке отбасылық сұрақ қояйын. Ойбай, сенің отбасылық сұрағың бітпейді. Бір ішіп алайыншы. Айта бер. Енді баланың тілі бал дейміз, балалы үйде ұрлық жатпайды дейміз. Арасында аянат бауыр сұрамай ма? Сұрайды. Ол сұрағанымен Алладан сұрап жатырмыз. Бір Аллахтан оның барлығы. Беріп атса, бұйырып атса болар. Болмаса, оның екінші жолында папамызға айтқанбыз, қарастырыңыз, дым өкпе жоқ дегенбіз. Мен айттым ғой, мен қалай бар солай өмір сүрем. Сондықтан, әгірәді мәки, екінші отбасылы болайын, менен ұрпақ қалсын деген көңілінде қаяу болса, айтқысы келсе, ашылып айта беріңіз, алуға мен емес, Алладан рұқсат, Алла рұқсат беріп қойған ер азаматтарға. Сондықтан мен Алладан ұлық емеспін, мен рұқсатымды бергем. Пақ шіркін. Егер де ұрпақсыз қалып бара жатырмын десе, мен өкпелемеймін. Өйткені мен өкпелеуге қақым жоқ. Мен адамды байлап жаныма ұстауға қақым жоқ. Мен ондай адам емеспін. Айттым ғой, мен ақты ақ, қараны қара деймін. Менің денсаулығым жарамаса,
Енді осындай тағдыр болса, мен оған көнуім керек. Бірақ шорт кесіп айта алмаймыз ғой, денсаулығым жарамайды деп. Айтуға да келеді. Бірақ Алла кім біледі енді? Шебер ғой. Шебер ғой. Осы қыздың бір пейіліне бір Құдай берейінші десе беріп қалуы мүмкін. Ал бермесе өкпем жоқ. Алла осы қызыма ғұмыр берсін. Ал жолдасыма да өкпем жоқ. Мен екінші семья құрамын десе, мархабат. Ол кісі енді не дейді? Ол кісі қойшы бір әйел жетеді маған деп уайымдап жүр. Менен қорқып қалған бір ағамыздан осы бір әңгімені естіп еді. Әйелім рұқсат беріп еді дейді. Алсаңшы деп дейді. Денсаулығына байланысты. Сөйтіп енді рұқсат беріп қалған кезде қиын екен дейді. Сол ер азаматтарда сонда психология солай екен. Рұқсат берген кезде қорқып қалады екен да. Бермеген жақсы еді дейді. Бермеген кезде тығылып істеген жақсы көреді екен. Ол рұқсаттан қорқып тұр ма, жоқ әлде сізден қорқып тұр ма? Енді ол өзі білмеймін, оған өзі жауап берсін. Кімнен қорқып тұрғанын білмеймін, бірақ мен рұқсат беріп қойғам. Мен рұқсат бердім деп тағы да асыра сілтеп айтпай ақ қойын. Алладан рұқсат беріп қойған сіздерге. Иә, ол негізі шариғатта енді әйелдің рұқсаты керек емес. Енді бұл нәрсені көзбен көріп, өмірімізде тағдырда болып жатқаннан кейін, мен осылай бір рұқсат берем деген кезде бүкіл әйел азаматы жазып мазамдалған. Сіз неге өйтіп айтасыз? Енді мен күйеуімді алатын болды. Сен күйеуіңе не қатысы бар? Мен өзім күйеуімді айтып жатырмын ғой деймін да. Сонда мен айтамын да, бүкіл Қазақстанның еркектері мен айтқанымды істейтін болса, кеттік Поляға. Поляны жыртып, бір арбуз егіп, ақыр менің айтқанымды істейтін болса, жұмыс істе деймін мен бәрін алып шығып. Деймін да. Сондықтан бұл ешкімнің отбасына қатысы жоқ. Бұл менің жеке өзім отбасындағы әңгіме. Иә. Шынайы, барлығы Жұлдызай ханымда кәдімгі ашық, шынайы. Иә, ол Алладан жасырмаған адамнан не келсең кел, кетсең кет, міне. Иә. Актуальный сұрақ қой. Қызық, жастарға қызық. Мақырға не сұраған едіңіз? Ой, соны кеше ма, осы бір аптаның ішінде ма, Дәулеттің парақшасынан көрдім да, мақыр сұрап жаңағы машина сұрап отыр бір қыз. Соны айтамын да, біз байғұс күйеу тапқанымызға қуанып, барымызды беріп, өзіміз мақыр беріп оған. Мен ақ берейін мақыр. Ала берші, орамал десе бар қалтада. Ана маймен адыраспам бар, бәр комплектімен барам, айналайын деп күйеуге тиіп едік. Бізде мынандай қызық болды. Біздің некемізді қиған имам кісі Сарағашта бүйтіп мені көріп таң қалған ғой енді, Жұлдызай деп. Құдай-ау деп. Иә, бүйтіп отырып мақырды ұмытып кеткен ғой. Сөйтіп неге қиылып кетті бізде. Бұл енді күйеуімнің бағына орай мен ішімнен дайындалып отқанмын. Не қылсам екен? Алтын сырға жоқ қой, ұят болар. Мынау қатты не екен деп айтар. Мынандай сыра үйді бүйтіп салып тастаса, жоқ, ондай емес деп дайындалып отырсам, неге қиылып қалды? Сөйтсем, кейіннен бір, енді мен айтамын, ана кісі сондай сұрамай ма? Енді бұрын соңында ағаларымыз, жеңгелеріміз неке қиылып болдық қой. Сөйтсем, білмеймін дейді күйеуім. Звондап білші деп мен айтамын. Сөйтсем, ана кісі, ой бұл, ұмытып кеттім деп айтады. Мен шынымды айтайын ғой, ана сенің келіншегіңе қарап, Жұлдызай ма, Жұлдызай емес пе деп таңға отырып, мен мақырды ұмытып кеттім не деп айтады. Сонымен біздің имам достарымыз бар, енді солар айтты, қайтадан неке қидырып, жаңартып, сол кезде мақыр сұрасаңыз болады. Қош дедім, өзіміз әрең жеткен некені, оны қайтадан жаңартып, тұра берсін, мақыр құрсын. Маңыздысы бақытымыз. Құдайдың берген күйеуі сен мақырсың маған. Болды. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз құрметті көрермен.